Қалқаман сарин дала, кермейік далам, келем көсіліп. Аяғым асты көк шалғын, төсінен төкті, өлең көшіріп, батыр бабамды еске алдым. Көгімде менің қалықтап ұшқан, кереге қанат қыран құс, шетінен шешен, алып данышпан, бабаларым амың алғыз. Бозара батқан бозалатаңнан, боз торғай үнін естеймін. Ұлдары ұлт боп, қазақ атанған, еңісте тұрған ескүйдің. Керілген керім кербез даламда, көлім десен тауаман, жусанын желпіп, жел қозғағанда, жұпар аңқиды ауадан. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, білім алушы достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дала даңқын асқақтату деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру және түпнұсқамен салыстыру, құрмалас сөйлемнің түрлері туралы ұғым қалыптастыру. Сіздердің бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз мәтіннің негізі бойынша ашық сұрақтарға жауап беру және құрмалас сөйлемнің түрлері туралы ұғым қалыптастырасыздар. Оқушылар жаңа сабаққа бір қадам жасау мақсатында мына сұрақтарға жауап беріп көрулеріңізді сұраймын. 20 ғасырдың басында халық мүддесін қорғап, халықтың үніне үн қосқан кімдер? Жаңа мыңжылдықтардың табалдырығын аттағандағы тамаша тартуымыз. Тәуелсіздік жылдарындағы алғаш жасаған қадамдарымыз. Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін назарларыңызды келесі мәтінге аударуларыңызды сұраймын. 20 ғасырдың басында біздің сан ғасырлық тарихымызда тұңғыш рет халықты әлемдік айдынға алып шығуға нақты мүмкіндік туды. Және ол мүмкіндікті туғызғандар Алаштың ардақты азаматтары еді. Біз жаңа мыңжылдықтың табалдырығында бұған дейінгі жүздеген ұрпақтың қолы жетпегенге қол жеткіздік. Тәуелсіз мемлекет құра алдық. Бізді енді ешқандай тарих желі жер бетінен жойып жібермейтіндігінің басты кепілі. Міне осы. Олжас Сүлейменов өлеңінде даланың даңқын асқақтат, таулардың сағын сындырмай дейді. Біз Алатаудың бауырындағы тамаша қаланы сақтай отырып, сонымен бірге Сарыарқаның төсінде жаңа астананы салу сияқты өзіміздің алдымызға үлкен міндет қойдық. Қазіргі Астана тұрған жері ықылым заманнан адам қоныс қылған өңір. Ежелгі және қазіргі зерттеушілердің еңбегін мұқият оқып қарасақ, Ақмола жерінің қашанда әртүрлі тайпалар мен мәдениеттердің бір-біріне өзара ықпал жасағанын, ауыз түйісі мол болғанын көреміз. Ол жайлы ежелгі грек тарихшысы Геродоттың еңбектерінде айтылған. Оқушылар, сіздерге жоғарыда бірнеше ашық сұрақтар қойып өткен болатынмын. Ол сұрақтардың жауабын сіздермен бірге жауап беріп көрейік. 20 ғасырдың басында халық мүддесін ойлап, үн қосқан кімдер еді? Әрине, бұл сұрақтың жауабы жаңа сіздер мәтінде оқыдыңыздар. Алаштың ардақты азаматтары. Екінші сұрағымыз жаңа мыңжылдықтардың табалдырығын аттаған тамаша тартуымыз. Мәтінде бұл сұрақтың жауабы екінші азат жолда берілген болатын. Бұл сұрақтың жауабы баға жетпес байлығымыз, тәуелсіздігіміз. Үшінші сұрақ. Тәуелсіздік жылдарындағы алғашқы қадамдардың бірі деп нені есептейсіздер? Әрине, Алатау төріндегі Алматы қаласының мәдениетінің тарихын сақтай отырып, Сарыарқа төріндегі жаңа астананы құру болатын. Оқушылар, сабағымыздың керек дерек айдарында
салалас құрмалас сөйлем туралы ұғым қалыптастырасыздар. Салалас құрмалас сөйлем дегеніміз құрамындағы жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты тұлғада келіп, өзара тең дәрежеде байланысатын құрмалас сөйлемнің түрі. Салалас құрмалас сөйлемге тән мынандай белгілер бар. Салалас құрмалас сөйлемдердің жай сөйлемдері өзара интонация арқылы байланысады және жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Осыған орай салалас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрі 6-ға бөлінеді. Ыңғайлас салалас сөйлем, қарсылықты салалас сөйлем, себеп салдар салалас сөйлем, түсіндірмелі салалас сөйлем, кезектес салалас сөйлем, талғаулы салалас сөйлем. Оқушылар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Ақын Қалқаман Сариннің дала өлеңінен құрмалас сөйлемдерді теріп жазамыз. Берілген кестеге бірінші бағанына салалас құрмалас сөйлемді, екінші бағанына сабақтас құрмалас сөйлемдерді теріп жазамыз. Жақсы оқушылар, өзімізді тексеріп көрейік. Оқушылар, келесі сабағымызда экспо көрмесінің 7 қыры туралы деректер жинап келсеңіздер болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.